Ертеде бір әке 10 жасар баласын ертіп, егіннен жаяу қайтып келе жатты. Анау тағаны, балам, жерден көтеріп ала жүр, керек болады бізге, деді әкесі. Әкесі баласының бұл ісіне іштей ренжіді. Әкесі сол тиынға барып, шие сатып алды. Қала базары тіршіліктің жүрегі. Мұнда әр адам адал еңбегімен нәпақасын табады. Ал бала еңкейіп, жердегі шиені алды. Ішінде бір түрлі сезім оянды. Біріншісін көтерді, екіншісінде, үшіншісінде алды. Аз нәрсені қиынсынған бала енді қайта-қайта еңкейіп, дәмі тәтті еді. Бірақ бала енді түсіне бастады. Бір ғана еңкеуден қашқан еді, ал қазір бірнеше рет еңкейіп. Адам кейде ең жеңіл істі де қиынсынып қалады. Ал өмір жалқаулықты ұнатпайды. Есіңде болсын, балам. Кішкентай мүмкіндікті бағалай білсең, үлкен нығметке жол ашылады. Еңбектің дәмі тәтті. Ал азды қадірлей білген адам көптен де құр қалмайды. Өмір әр түрлі жолдан тұрады. Сондықтан ылғи адал жолды таңдауға тырысыңдар, балалар.